Assalamualaikum dostlar, sizlerмен бүгін мен Нұрajek видеода біз осы топ 1 алғанымызды, қалай алғанымызды және қаншалықты қиын болғанын айтып кететін боламын. Кеттік. Вот көріп тұрғандай, ана видеода бізбен жолығып жүрген Dark Dead Family'дің лидері Pastel Ghost біздің семьяға келді. Яғни зам ретінде оны алған болатынбыз. Бұл өз семьясын біз үшін жапты, сол үшін комментке Darknet сыйла деп жазып кетеміз. Және де ол Фамон ойында қазір екеуміз ғана отырмыз. Так, достар, кішігірім строй жинап, Криксосо деп Криктарға қарсы қазір атака жасайды деп шештік. Криктардың білеміз алдыңғы видеодан да настоящий жау сол Криктар ғой, короче. Аним бесіп, чисто Криктар чорт екенін көрсетіп жатыр ғой, короче. Біз Джек Фам күйеуіміз ғой. Тағы да қазір біз Криктарға атакаға емес, сразу чырыға барамыз деп шештік. Өткен бас жаңағына алдық. Оны видеоға түсірамай қалдым, өкінішке орай. Қазір чырыны тойыз алатын боламыз. Сразу чырыны көрсетіп жіберейін. Сразу Криксосуды по пути жазып кетіп жатыр өткені. Қазір көреміз енді чырыны аламыз ба, алмаймыз ба. Самое главное топ 1-ді алдық қой біз. Осы сезонда аламыз ғой. Так, вот, мыналар біздің фамадағы балалар бізді күтіп отыр. Вот бізде келіп жеттік, ешкім жоқ қазір. Ешкім жоқ, все таки. Вот біз өзіміздің фул составпен келдік қазіргі уақытта. Вот біз өзіміздің тағы соперниктарымыздың бірі Домстар чисто начист болғандықтан біз олар жеп көріп бастады. Өткен олар орыстан басқатын бәрі оқ деп айтқан болатын. Сол үшін біз осылардың үйіне кеп обычно обосрать етіп кетеміз деп шештік. Фул составпен бірге. Пока что қазір тек Егор екеуміз ғана келдік. Домсосо ғой, короче, по факту. Тепли еще фермасы ашық екен, фермасына сиіп кеттік. Фул составпен бірге обосрать етеміз ол жақты біз. Контқа шақырып жатыр, Пастель вроде. Сразу кішігірім Домсосо деп кайфымызды алайық. Так. Домсосо. Просто Домсосо. Анимбес и Домсосо, короче. Просто Домстар Сосо. Домстың лидерін хуевы. Бірақ самдардың бәрі нацистер. Вот, достар, біздің Crazy Squad деген бұрында семьямызда болған, либо бұрынғы Алаш семьясы өз семьясын жауып, бізге келеміз деп шешті. То есть, соның лидері бізге келе жатыр. По сути, өзін бүкіл аксовый составымен, бүкіл адамдармен бірге патрондарды да беріп жатыр. Где-то 14 патронды салып жатыр өзінің атынан, то есть семьяздан алып бізге келген. Так, жеті Фам Сквад деген жазып жіберейік. Аха. Вот, бүкіл патронды беріп алып бізге кіреміз деді, короче. М5 сразу бәрін салып жіберейін, тоқтап жабалайын патронды. Аха. Тупо 14 патронды салып жатыр ғой біз үшін. Все. От души деп рахметімізді айттық. От души саған. Родной. Сразу салып жіберейік. 5 минут салайық. Так. 5 минут салып жатыр. Ремка бронь дегендер қалды дейді, қала берсін енді. Осы сезон чувствую топ 1 ап тұрған сияқтымыз. И так-то негізі ап тұрық, бірақ все же до конца ұстау керек қой топ 1-ді. Бәрі оружие барды складқа салып жіберейін. Так, салып жатым. Семьясын жауып жатыр.
семьясын жауып жатыр әлі. Все таки күтеміз. Все, сап болдым фулым. Где-то 17-18 патрон салып орамын. Так. Фамаға жазып жіберейін. От Crazy Squad дейік та. 18 патрон от Crazy Squad. Так, Crazy Squad. Семьясын жауып жіберсін. Бізде, походу, визуальный баг болып қалды. Сразу ранг беріп жіберейін. 112-4. Все, ранг беріп тастадым. Имба болды. Енді жазып жіберейік. Игрок Смайлов Алаш деп. Смайлов Алаш закрыл свою семью ради нас. Фаму ради нас. Вот біздің балдарымыз кіші жиналып жатыр сыртқа. Имба болып келе жатырық біздің состав. Топ 1-ді алайық деп әлі жиналып жатырық. Ипереда 18 КПТ. От оружие дейміз да. Так, сонымен дальше больше. Алекс Мелкий деген ол біздің уже союзниктарымыздың бірі. Мелкий. Ера Мелких қой, короче. Ферма ебать расположена дейді. Конечно, өткен менің стилім ол. Так, дальше больше ғой, короче. Жалғастырамыз ғой. Так, надо кран. Я по факту надо кран. Так, бұл жерде кішігірім тусица етіп жатырық. Окей, удачи. Кетіп жатыр Алекс Мелкий. Все, он удачи тілеп жерді кеттік. Достар, біз тағы да бір враг тауылған болатынбыз. Ол парадокс дегендер, то есть пападокс ғой, парадохлый бар ғой, короче. Бұларға да кеп обосраться етіп кетіп адырық анимбеспен. Хорош бейік екі адамды өлтіріп тастады. Тупа сосо ғой. Так, сосо дейміз бұл парадокстан. Криктер мен парадокстар бір жерде тұрады екен. Сразу двойной ғой. 2 в 1 боламыз ғой бұларда. Сосо пожало просто. Так, питомец дейді. Так, кішкіні квадровелдер ап кетіпті, оказывается. Ладно, біз главный парадохой барды. Спалнарысына істетейік. Достар, короче, дальше атыс қызық болады. Короче, дальше видеоматериалдарды звукпен қоятын болған. Ал ендеше кеттік.
мұрынды бөлінгенде бөлешекте бәрекінде кімдер сені құрықтады ер еділдің ұрықтары қайтадуда қайсар ұлан қайда тұла түрік қаны қайнағанда түн қалмайды бұл ғаламда күннің көзі күлін қағып нұр шашады күллі адамға түрік қаны қайнағанда түн қалмайды айналада күллі дүние дүр сілкінер күннің көзі жайнағанда. Кімдер сені құрықтады ер еділдің ұрықтары қайтадуда қайсар ұлан қайда тұла түрік қаны қайнағанда түн қалмайды қайтадуда қайсар ұлан қайда тұла түрік қаны қайнағанда түн қалмайды бұл ғаламда күннің көзі күлін қағып нұр шашады күллі адамға түрік қаны қайнағанда түн қалмайды айналада күллі дүние дүр сілкінер күннің көзі жайнағанда. Вот достар, біз Чыраға келген болатынбыз полный семьямен бірге, полный составпен бірге. Қазір бұл жақта пока ешкім жоқ, чисто өзіміздің состав екен, сол үшін төбеге мініп алып жатырық. Вот тупо Чыраны алып кететін сияқтымыз ғой, өйткені ахуямыз. Короче, қызық моменттер болса озвучить етемін атап, қазір тупо звукпен қойып қоятын боламын, музыкамен атысты және чаттағы сөздер тамашалаңыздар болады кетті. Кімдер сені құрықтады ер еділдің ұрықтары қайтадуда қайсар ұлан қайда тұла түрік қаны қайнағанда түн қалмайды. Кімдер сені құрықтады ер еділдің ұрықтары қайтадуда қайсар ұлан қайда тұла түрік қаны қайнағанда түн қалмайды. Ал біз жеңіске жеттік. Топ 1 алдық. Топ 1-дің жолында 34 патрон, 3900 бронежилет, 5000 аптечка, 10 миллион виртуальный валюта премияға және де сол заттарды сатып алуға 500-ден астам ремкомплект, 100-ден астам домкрат және 200-ден астам канистр бензин қолданылды. Бұл жолда біз барлығымыз жеңдік. Біз жеңдік, семья жеңді. Алаш жеңді, алға алаш.